Алдында бір әңгіме айтып едік қой. Еркектердің фукөте қалатын іші кешке таман. Бұдан жас шағымызда ой-бой аң дейтін едік қой. Сен шынымен қашан келесің? Сонда сен қай уақытта келесің? Қай жерде отырсың? Сүйретін жібек кім барады жерге? Әйелдер де бармай ма деп. Сол кезде ой әйелдер бармайды. Мен барам, мен де барам десең. Не бар шаршайсың дейді. Содан кафені жауып келе ма білмеймін, ыдыс аяғын жуып келе ма келетін еді ғой. Ой жыныңызда бұрқ-бұрқ етіп, ол енді жас шағың сені. Қашан келесің десің? Қазір келем дейтін еді ғой. Қаяқтасың десің? Bir жақтамын дейді. Жоқ сен қаяқтасың десің? Есік алдып отырмын дейді. Есік алға шықсаң ешкім жоқ. Ол сенің жас шағың сөйтіп алысып жүрген. 4 бала туғаннан кейін бар ма? Сен уже қаяққа барасың деп сұрамайды екенсің ғой. Ол да уже айтқысы келмейді. Кейде ана жас шақ есіне түсе ма? Мен қазір бір жігіттермен барып келемін, ана жерге дейді ғой. Бара берші дейсің ішіме. Аман болсын деп бара берші. Үйде жатпайын ба, телефонын шұқылап, балалармен деп ойлайды екенсің я. Ананың бәрі жас шақ қалады екен ғой. Әуелі үйден шықпай қойса, мынау нағып шықпай қалған дейсің. Рас. 2-3 күнге бір жақ командировкаға кетіп қалса, оған да үйреніп қалады екенсің. Таудай болып аяқтан келе жатқанда, өлә деп қыздың кәдімгі жатырқап. Өлә мынау өсіп жүретін дейін ішінде. Әңгімең жараспай қалады. Сондықтан бар ғой, еркектің не дейді? Қасқырдың азығы түзде дейді ма? Еркектің де азығы түзде дейді ма? Бірдеңе дейді ғой. Аман болсын. Қашан келесің деп сұрама деп, баяғы ата-бабамыздың әйелдері айтады ғой. Қашан келесің деп сұрамайды екен. Қашан келесің деп сұрама деп қояды ғой. Енді о замандағылар Құдай өзінің бетінде аулақ қылсын. Ана аң аулауға баратыр ма? Соғысуға баратыр ма? Содан аман келсін деп қашан келесің деп сұрамағанды да. Кафеге кетіп барасыңдар, сұраймыз ғой я. Мынау бір құтырған заман болды. Баяғыда апаларымыз маңдайына пішінен бәрін қалдырмай, қалдығына дейін жеп отыратын. Құдай-ау, осыған жеткеніме шүкіршілік, ойбай-ау, осыған жетпедік қой біз деп. Қантты ана науатты алып иықтарының астына тығып отырып, анда-санда шайға қосып жейтін. Дәмін сезініп отырып жейтін ғой. Қазір қатындар қағындық. Бекер обал не керек қағындық. Қазір олар бар ғой, үстіндегі түгін қантпен жылып жатыр ғой. Масқара болғанда сондай болып жатыр. Сахарный паста дейді. Мен өткенде жаңа бір салонға барсам, біреу жылып жатыр екен. Содан кейін осы шынымен сахарный паста ма деп бар жалап көрдім. Шынымен де сахар екен. Астапыралла, я қойыңдар, мыналарың ят емес па дедім. Ят қой. Ата-бабамыз қант таппаған, сен жүн жылмақ түгіл жегенге таппаған мына заман не заман болды. Ойбай-ау. Ана мен енді бар ғой, түктеріңіз жылмай ақ қойын. Түктің де жанын қоймай жатырмыз ғой біз қазір.